Сәлем достар, осындай бомбонерка бүгін жасаймыз. Осыны жасау үшін сіздерге осындай дайын шаблон керек. Бұның менің телеграм каналымда бар. Ал егер осының шаблон тегін алғыңыз келсе, комментарий жазып кетіңіздер. Комментарий толған кезде мен осының шаблонын өзімнің тегін шаблондар каналына қосатын боламын. Тегін шаблондар каналы осы видеоның астында описаниеде тұр. Ол үшін менің YouTube каналыма подписка жасап, каналға өтіп, жүктеп алуыңызға болады. Осылай міне айналасын барлығын кесіп тастағаннан кейін, мынандай канцелярский двухсторонний скотчты кесіп аламыз. Бұның ені 1,5 сантиметр, 1 сантиметр жарайды, 0,5 та жарайды. Сосын осылай сіз бересіз, жабыстырмай, клиент өзі өстіп жабыстырып, лентасын өтіз кездеседі. Мен сізге былай көрсетіп жіберейін. До конца жиналу вариантын мына жерін мысалға тесесіз. Екі жерін тесіп қойып, осылай бересіз қой, в общем. Сонда майспайды, и сборка оңай бұның. Үйде клиент өзі жинап алады. Ал жинағанда просто мына дайындап қойған скотчты ашады. Сосын осылай жабыстырады. Ішіне конфетін салып, сіздің дайындап берген лентаңызды осылай өткізеді. Лентаның ені 0,5, ұзындығы 35 сантиметр. Міндетті түрде, егер менің шаблондар каналыма қосылғыңыз келсе, каналда 2000-нан астам дайын жақсы качестводағы шаблондар бар. Маған WhatsApp номерге жазыңыз. Видеоның астында өзімнің WhatsApp номерімді тастап кететін боламын.